Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammadin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Qadırmen dagayın. Tajvид сабағымызды сіздермен одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен дағайын, біз сіздермен тәжвид ережелеріне келген болатынбыз. Алдыңғы сабақта сіздермен мәт созу түрлерінен мәтті табиғиде өткен болатынбыз. Мінекей мәтті табиғи деп аталады дегеніміз, біз алдында созып үйренген мәттеріміз. Мінекей мынаның бәрі сіздермен өткен алдындағы мына белгімен бірге созылу. Әлифтің орнына мынанда белгі келеді деп айттық қой алдында. Бұның бәрі сол мәтті табиғидің аясына кіріп кетеді. Яғни мәт табиғи деп аталады бұның бәрі. Енді бүгін сіздермен мәт себебінен хамза және сукун болған мәселелерге, мәт түрлеріне тоқталатын боламыз. Яғни біз айтқан болатынбыз, мәттің мәд әріптерінің созылуына екі себеп бар. Біреуі хамза, екіншісі мінекей мына сукун. Енді мінекей бүгін сіздермен осы мәт себебі хамза болған жағдай, созылуына хамза себеп болған жағдайға тоқталамыз. Ол мәттің екі түрі жатады. Бұған мәтті мұттасыл және мәтті мұнфассыл деп айтылады. Яғни қазақша аударатын болсақ, біріккен мәт және де бөлінген мәт. Мұнфассыл деген бөлініп оқылатын мәт, мұттасыл дегеніміз бірігіп, яғни бір сөзде оқылатын мәт. Мынау екі сөзде оқылатын мәт. Енді түсіндіре кетейін. Егер бір ғана сөз келетін болса, яғни екі сөз емес, бір сөз келетін болса, және де ол жердегі мәд әрпінен кейін созылу себебі хамза келетін болса, мәд әрпін 4-ке және 6-ға созамыз. 4 және 6 мөлшеріне созамыз. Және бұны бұлай созып 4-6 мөлшерге созып оқу уәжіп, яғни міндет болып есептеледі. Олай созуымыз керек. Ал енді оны қалай созамыз деген кезде үстінде мынандай белгі тұрады. Құранда да осындай белгі келеді. Демек, мұндай белгі келсе, қадірмен дағайын, демек, мәд әріпін 4-ке немесе 6-ға созамыз деген нәрсені білдіреді бұл. Осы мәселені ескеріп алыңыздар. Енді түсініктірек болу үшін біз мына мысалдарға тоқталайық. Мысалға, иза жа деген сөз. Иза жа бір сөз. Енді мына жерде жа жим әрпінен кейін әлиф кеп тұр, мәт әрпі. Енді мәт әрпінен кейін созылу себебі болған хамза кеп тұр. Демек, мына жердегі жимнің харакатын әлифпен қосып, яғни мәт әрпі бұл жерде 4-ке немесе 6-ға созылады. Біз алдында 2-ге созылуды өттік қой, енді 4 пен 6-ға созылады. Енді осы мысалдарды оқиық. Мысалы, иза, бұл жерде міне мәтті табиғи кеп тұр, көрдіңіздер ғой. Иза, зә әрпінен кейін харакаты фатхалы болған әлиф кеп тұр. Бұны өзін 2-ке созамыз, табиғи кеп. Иза, енді мына жерде не 4-ке, не 6-ға созамыз. Яғни демдеріңіздің жетуіне байланысты. Иза жа. Енді мысалға мен сіздерге 4-ке және 6-ға созуды бір көрсетіп жіберейін. Мысалға 4-ке созамыз. Иза жа. 4-ке создық. Енді 6-ға созамыз. Иза жа. Бұл жерде өздеріңіз таңдайсыздар, қадірмен дағайын, қаншаға созғыларыңыз келеді. Яғни ең басы 4-ке немесе 6-ға созылу керек. Егер 4-ке және 6-ға созуды басында бірден алып кету қиын болуы мүмкін. Яғни мен 3-ке созып жатырмын ба, 4-ке созып жатырмын ба, 10-ға созып жатырмын ба, білмей қалуларыңыз мүмкін. Сол себепті саусақтарыңызбен санасаңыздар болады. Мысалға, иза жа. Мысалы 4-ке создыңыз, деген кезде 5-шісі болып, хамзаның үстіндегі харакат оқылу керек. Мысалы, иза жа. Енді 6-ға созамыз. Иза жа. 7-шісі болып оқылады. Түсініңіздер ғой, яғни 4-ке немесе 6-ға созып оқимыз. Енді келесі мысал, дәкка. 4-ке создық, енді 6-ға созамыз. Дәкка. Асмаихи. 4-ке созайық. Бірінші асмаихи. Енді 6-ға созамыз. Асмаихи. Көрдіңіз ғой? 7-шіге келген кезде ихиді оқуыңыз керек. Асмаихи. Халаифа. Санаука.
أولياء أولياء الملائكة بما شاء. Енді бұны жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді сіздермен мәтті мұнфасылға келеміз. Бұл жаңағы мынанда мәтті мұттасыл біз айттық, бір сөзден кейін бір сөзде келеді бәрі. Яғни әлиф мәт әрпінен болған әлиф немесе басқа да мәттер бір сөздің ішінде келеді. Одан кейін сукун, созылу себебі сукун болған әріпте бір хамза, яғни хамза белгісі де бір сөздің ішінде келеді. Бір сөздің ішінде келген кезде 4-ке 6-ға созу уәжіп деп айтылды. Енді мәтті мұнфасыл. Мәтті мұнфасыл бұл керісінше бұлар екі сөзде келеді, екі бөлек сөзде. Мысалға, я айюха, мысалы, хамза кеп тұр, созу себебі болған, оның алдындағы я деген сөзде бұл бөлек сөз мәд әрпі әлиф кеп тұр. Мына жерде инни я әрпі болған мәд әрпі кеп тұр, ахафу бөлек сөзде кеп тұр. Енді бұл жерде мәтті мұнфасылға тағы бір созылу түрі қосылады. Ол мысалға бұны да 4-ке 6-ға созып оқимыз. Бірақ бұл уәжіп емес, міндет емес. Мәтті мұттасылда міндет болған, я? Уәжіп болған. Мәтті мұнфасылда міндет емес, яғни мәтті мұнфасылда 2-ге созып оқысаңыз да болады. Яғни 2, 4, 6-ға созып оқи аласыздар. Яғни бұл жерде тек қана 4 пен 6-ға ғана міндет емес. Бұған 2 жаңа біз алдындағы мәтті табиғи сияқты 2-ге созсаңыздар да болады. Мысалға, я айюха деп оқысаңыздар болады, немесе я айюха деп 4-ке созсаңыздар болады, немесе 6-ға созсаңыздар болады. Я айюха деп түсіндіре алдым деп ойлаймын. Яғни мәтті мұнфасылды 2-ге, я немесе 4-ке, немесе 6-ға созып оқысаңыздар болады. Мен өзім бұл мәтті мұнфасылды 2-ге созып оқимын. Мәтті мұттасылды 4-ке, кейде 6-ға созып оқимын. Өйткені екеуін де 4-ке 6-ға созып оқысаңыздар, демдеріңіз жетпей қалады. Кейде Құран оқыған кезде сол себепті мәтті мұнфасылды жеңілдетіп 2-ге созып оқуды әдеттенсеңіздер өте жақсы деп ойлаймын. Енді біз ұстаздардан сабақ алған кезде ұстаздарымыз осылай үйреткен, яғни 2-ге созып отыр бұл мәтті мұнфасылды, ал мәтті мұттасылды 4-ке немесе деміңе қарай 6-ға созсаң болады деп. Енді осы мәтті мұнфасылдың түсінікті болушы мысалдарын оқып кетейік. Бұны айттық, жаңа тағы да бір қайталап өтейін. 2-ге, 4-ке, 6-ға созып оқуға да болады. Сол себепті 2-ге, 4-ке, 6-ға созып 3 мысалына да тоқталып өтеміз. Мысалға 2-ге бірінші созайық. Я айюха. Яғни ха деп 2-ге созамыз ғой біз, қала, қила деп алдында өттік. Тура сол сияқты бұны 2-ге соза саласыздар. Я айюха. Немесе 4-ке созасыздар. Я айюха. Немесе 6-ға созасыздар. Я айюха. Ең дұрысы, ең жеңілі 2-ге созған деп мен өзім сіздерге кеңес берер едім. Мына жерде де солай. Инни ахафу. 2-ке созасыздар. Инни ахафу. 4-ке созсаңыздар да болады. Инни ахафу. Немесе 6-ға созсаңыздар да болады. Инни ахафу. Qulu amanna. Енді 4-ке созайық. Qulu amanna. Немесе 6-ға созамыз. Qulu amanna illa ana. Мына жерде мынандай белгі жазылмай кеткен екен. Мына жерде негізі былай мәт созу, яғни көпке созылатын мынандай белгі жазылу керек еді. Мына жерде жазылмаған. Сол себепті бұны илля ана деп қазірге оқи беріңіздер. Егер белгі болған кезде онда 2-ге, 4-ке, 6-ға созып оқуларыңызға болатын еді. Илля ана деп. Фи яның үстінде мынандай белгі келіп тұр. Демек, осы алдында харакатқа сәйкес бұны 2-ге, 4-ке, 6-ға созасыздар. Фи анфусикум. Немесе 2-ке созайық. Фи анфусикум.
немесе төртке созайық. Фи анфусикум. Егер мына белгі болмаған кезде біз алдындағы мәт табиғиді өттік қой. Немесе оның алдында мәт созу белгілерін өткен кезде екіге созатынды үйренгенбіз. Тура сол сияқты соза саласыздар, егер мынандай белгі болмаса. Фи деп екіге. Ал мынандай белгі болса, егер мәтті мунфассил болса, яғни екі бөлік сөзді кеп тұрса, мінекей, онда екіге, төртке, алтыға соза бересіздер. Егер мәтті муттасыл болса, онда бір сөзді ғана келген белгілер болса, онда төртке немесе алтыға созасыздар. Тубу илаллах. Тубу илаллах. Мына жерде лафзатуллахның белгісін бір еске түсіріп өтейік. Міне көрдіңіздер ғой, илаллах. Яғни лафзатулла сөзінің, Алла сөзінің алдындағы әріп фатха болып тұрған себепті лафзатулланың ләмі, яғни Алла сөзінің ләмі жуан оқылады. Тубу илаллах. Инна а'тайнака. Немесе төртке созсақ та болады, Инна а'тайнака. Алтыға созсақ та болады. Инна а'тайнака. Тағы да бір айта кетейін қадірменді, егер созуға, іштей санауға мүмкіндіктеріңіз болмаса, әзірге қолмен санайтыныңыздар. Мысалға былай. Мысалы, инна төртке создыңыздар. Екке созайық. Бірінші инна а'тайнака. Ең төртке созамыз. Инна а'тайнака. Енді алтыға созамыз. Инна а'тайнака. Көрдіңіздер ғой? Сөйтіп қолмен әзірге санап үйрене тұрсаңыздар болады. Одан кейін қадірменді ағайын, мына мәселелерге ескере кетейін. Мына жерде мысалы қулу, мына жерде қалай екіге созылып тұр деген кезде біз алдын айтқанбыз, мына әлифі бұл оқылмай қалады. Тубу, мына жерде әлифі оқылмай қалады. Бұны алдағы уақыттарда тағы да өтеміз. Яғни екі сөйлемнің ортасына келген кезде мына уасыл хамзасына айналып кетеді дедік қой. Уасыл хамзасына айналып кеткендіктен, мысалы тубу алдындағы харакатты созып жатырық қой біз, мысалы ләмнің қулу, одан кейінгі мәд әрпін соза бересіздер. Мына әлифтің үстіне жай бұл жерде белгі келеді, мынандай созылуын білдіретін, өйткені одан кейін созу себебі болған хамза келіп тұр ғой. Сол себепті мына жерде қулу уды созасыздар да, мына әлифті оқымай кетесіздер. Осы мәселені ескеріп қойыңыздар. Бұл алдағы Құранға келген кезде практикалық тұрғыдан бір-екі мәрте көргеннен кейін өздеріңіз иншалла үйреніп кетесіздер. Енді мінекей қадірменді ағайын, бүгін сіздермен өтетін сабағымыз созылу себебі хамза болған жағдайдағы мәттің түрлері. Ол екеу болды. Мәтті муттасыл, біз айттық, бір сөзде келеді. Яғни мәт әрпінен кейін созу себебі болған хамза бір сөзде келеді. Мәтті мунфасыл дегеніміз екі сөзде келеді. Яғни бірінші сөзде мәт келеді, екінші сөзде созу себебі болған хамза келеді. Бұны екіге, төртке, алтыға созып оқуға болады, ал мәтті муттасылды төртке, алтыға созып оқимыз, және бұл міндет деп айттық. Енді қадірменді ағайын, келесі сабақта сіздермен созылу себебі сукун болған жағдайдағы осы мәттің түрлеріне тоқталатын боламыз. Бұл екі мәтті жақсылап меңгеріп алыңыздар. Өйткені бұлар Құранның ережелері, және де Құранның ережелерінде бұны оқу бізге, дұрыстап оқу бізге міндет болып есептеледі. Қайта-қайта мына мысалдарын оқыңыздар. Егер іштей санай алмаған жағдайда басында мен үйреткендей қолмен санап үйрене беріңіздер. Бірте-бірте өзі практикамен бұл ақырын-ақырын келеді. Алла тағала жеңілдік берсін. Қадірменді ағайын, тағы да сіздердің өтінішім, міндетті түрде үйде қайталаңыздар бұны. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.